шешен ұлтынан болған атамыздың қазаққа деген алғысын, рахметін қараңыздаршы. Дәл осы видеодан біздің қазақтың қандай керемет халық екенін көруге болады. Мен өз басымда болған жағдайды, өткен жағдайды қазір сіздерді көргендей көріп тұрмын мен. Мына шешендерді аш-жалаңаш Сталинді мисал атқан жер аударды. Мына қазақтар айналайын қазаққа, ойбай өзіміздің бауырларымыз екен деп, өз балаларын ескі жаққа жатқызып, мына мені Шедаев Қидырабұлы көзімен көріп, қолымен ұстаған адамын. Сонда Шәкен деген нені ескі жаққа жатқызып, мені төрге жатқызды. Келген жылы әке шешем қайтыс болды. Жетім қалдым. Еш қайда барғам жоқ. Қазақ мисал айтқанда халқына енді рахметім шексіз. Жеткізе алмайым. Қанша рахмет айту керек болса, соған жеткізе алмайым тілімменен. Мына Құдай көріп тұр. Мен көңілімде де, миымда да, жүрегімде де бар жағдайды осылай метшандықты айтып тұрмын. Құдайым оңыласын. Аспанымыз ашық болсын. Жұлдызымыз жарық болсын. Қазақстанның көк туы өмір бақи, өшпейтіндей бәленбай жыл желбіреп тұрсын. Өлгенге иман, тіріге береке беріп, әр уақытта айналайын қазақтар өсе берсін. Аллаху акбар.